Ассалаумалейкум қыздар. Бүгін сіздермен жаңа распаковка. Менің 3 посылкам келді. Біреуі ұлыма берген роль ойыншық. Мынау тоже зарядканың басына алынған бұл керек. И мынау резинкалар болу керек. Қыздар, сіздерден өтініш, видеоны қарамай тұрып, каналға тіркеліп лайк басып қояйық. Сіздерген алдағы уақытта күшті распаковкалармен бөлісіп отырамын. Мына жерде мен қызыма берген резинкалар мен невидимкалар екеуін бір магазиннен бердім, сондықтан бірге салып жіберген. Мына 20 штук резинка маған 570 теңгеге түсті. Одан кейін мына невидимкалар 42 штук па, 52 штук па ұмытып қалдым. Әйтеуір 3 расцветкасынан бердім. Үйде тағы 2 қайын сіңілім бар. Солармен бірге қызым үшеу таңдап бөліп алар. Қазір сіздерге мынаның бәрін ашып көрсетемін. Резинкалар качествосы күшті келді. 20 резинканы бөліп қарайсыздар ғой осы бағаға. Күшті. Мына жерде ойыншығы да андай клейленіп жақсы болып тұр екен. Резинкалардың керегін алып қалдым да, қалғанын сатып жібердім. Біреуін 200-300-ден өткізуге болады. Ал мына невидимкалар качествосы күшті. Бұлардың ешқайсысын сатқан жоқпын, себебі қыздар ешқайсысын бергісі келген жоқ. Бәрі күшті келді. Рисунктарды күшті, яркий. Маған осы 42 штугы 778 теңгеге түсті. Өте күшті. Мынаны алып сатсаңыздар, күшті бизнес негізі. Кім болса да өзінің қызына алып береді деп ойлаймын. Өзім болсам да алар едім, бірақ мен пиндодомен айналысқандықтан бір ай күтуге бармын. Келесі бізде бұл зарядкілерге арналған мен заказ берген. Қандай күшті. Мынау зарядканың түбі қиылып кетпеу үшін осындай әртүрлі түрін бердім. 20 штук болу керек ішінде, қателеспесем. Өте арзан бағаға келді. Мен сіздерге зарядканы көрсетейін. Қалай қолданамыз? Міне мынадай. Так, түрін алайық. И осылай түбінен қиып кетпес үшін. Қандай әдемі? Келесі бізде руль. Мен оны балама алдым. Бұл мен балама берген руль. Машинаға қойып қоюға, артқы сиденкаға, үйде жарларға, шкафтарға жабыстырып қоюға арналған руль. Дыбыстар шығарады, түрлі жануарлардың, қытайша ертегілер бар, бірақ енді біз оларды түсінбейміз ғой. Одан кейін поворот жаққандағы, банағы жедел жәрдем, пожарный сияқты машиналардың дыбыстары бар. Мынау батарейканы зарядтайтын құрылғысы и ашатын отверткасы. Бірақ та мен басында түсінбей қалдым бұлар не екенін. Қазір сіздерге толықтай ашып көрсетемін. Енді качествосы күшті, бізге ұнады, балам мәз. Біз шкафқа жабыстырып қойдық, айналдырып осылай отырады. Қалаға барғанда машинаны отырып болмайды, соған отырсын деп алаңда отыруға алғам. Ана жағында бауы бар екен, мен оны видеоға түсірмеппін, не үшін екенін. Но кәдімгідей күшті, жабыстырып қойғанда да қап-қатты ұстап тұрады. Ұнады бізге. Негізі бірнеше батарейкамен, тағы бір нәрселермен алуға болатын түрлері болды. Мен просто қолжетімді түрін алдым. Мына жерде неге тупить етіп жатқанымды білмеймін, бірақ қазір зарядтайтын құрылғыға барып батарейкаларды салып қоямын, сосын күтіп тұрамын. 2400 теңгеге мынадай енді күшті сияқты. Мен базарды араламайтын болғандықтан бағаларды білмейді екенмін. Бірақ қымбат сияқты, осындай батарейкамен, пультпен жүретін машиналар обычно қымбат болады ғой. Мына жерде енді оны ұстап не істеп тұрмын шеш. Қазір мынаны қайтып салам, содан кейін қазір қайтып көрсетемін. Мына салатынсы. Мынаусы не екен? Бұны білмедім. Мен распаковкамыз аяқталды. Қыздар, видеоны каналға тіркеліп лайк басып қойып, келесіде вообще күшті заттарды бөлісетін боламын енді. Рахмет назарларыңызға.